Қазақ әдебиетінің жарқын жұлдыздарының бірі Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Алғаш ауыл мұғалімінен оқып сауатын ашады. 1905 жылы Қызылжардағы медресеге оқуға түсіп, Стамбулда оқып келген, араб, парсы, түрік тілдерін жетік меңгерген Бегешевтен сабақ алады. Мұнда қазақ-татар әдебиеттерімен шығыс классиктері Фердоуси, Сағди, Науаи, Низафи, Хафиз шығармаларымен еркін танысады. 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деген өлеңін жазады. Бегешев ұйымдастырған медресені 1910 жылы бітіріп, осы жылы Уфа қаласындағы Ғалия медресесіне оқуға түседі. Бұл медресе сол кездегі өз шегіндегі жоғарғы оқу орнымен пара-пар медресе болатын. Мұнда ол татар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовтен сабақ алады. Болашақ көрнекті жазушы Бейімбет Майлинмен танысады. Жалынды жастың талабын ашық таныған Ибрагимов 1913 жылдың күзінде Мағжан өлеңдерінің қолжазбаларын Қазан қаласындағы Кәрімовтардың баспаханасына тапсырады. 1912 жылы Мағжанның Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көреді. 1913 жылы Омбыға барып мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. Семинарияда ақын Сәкен Сайфуллинмен танысады. Ахмет Байтұрсыновтан, Міржақып Дулатовтан сабақ алып, шығармашылық белестің бір қырына көтеріледі. Заманның аумалы төкпелі шағында Алаш партиясына тілектестігін, ниетін білдіріп, қоғамдық істерге белсене араласады. 1919-23 жылдары Ташкенттегі Сана, Шолпан журналы, Ақ жол газеті, халық ағарту орындарында қызмет атқарады. 1923-27 жылдары Мәскеудегі жоғарғы әдеби көркем өнер институтында оқиды. Бұл жылдары орыс және батыс Еуропа әдебиеттерін зерттеп толық меңгереді. Бұл кезең ақынның өмірінің ауыр кезеңі болатын. Оның шығармалары сыналып, қудалауға түсе бастайды. 1927-1929 жылдары Бурабайда, Қызылжарда оқытушылық қызмет атқарады. Бірақ сол кезеңнің идеологиялық ұстанымы ақын шығармаларын мансұқтап, өзіне ескішіл, ұлтшыл, түрікшіл деген айыптар тағылады. 1929 жылы жасырын ұйым құрды деген жалған атпен 10 жыл айдауға кесіліп, Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалады. 1936 жылы Максим Горький мен Екатерина Пешкованың ықпалынан босатылып, елге келген ақын саяси себептермен тұрақты жұмыс істей алмайды. 1937 жылы Алматыға келіп, аударма ісімен айналысып жүрген Мағжан 1938 жылы қайта қамауға алынып, ату жазасына кесіледі. Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетінде өзінің кесек туындыларымен соңғы леп, жаңа өрнек енгізіп, артына асқақ рухты, өршіл шығармалар қалдырған ірі тұлға.